15-16 қазан күндері ұлттық музейде Оңтүстік Қазақстан облысының бейнелеу өнері музейінің көрме күндері өткізіліп жатыр. Яғни бұл жерде біз барлығы 120 еңбек алып келдік. Оның 90-ы кескіндеме, 20-сы графика және 10-ы гобелен жұмыстары. Барлығы біздің музейіміздің қорындағы жәдігерлер. Көрме экспозициясы Қазақстанның оңтүстік өңірінің басынан өткізген барлық тарихи сәттерден мәлімет береді. Қазығұрттың басында кеме қалған деген аңызға негізделіп, яғни тіршіліктің бастауынан бастап көрсеттік. Тіршіліктің бастауы, одан кейін хандық кезеңдер, одан кейін 45 жылдардағы Ұлы Отан соғыс кезеңдері, бейбітшілік заман, одан кейін индустриялық даму кезеңдері, одан кейін тәуелсіз Қазақстан өңірі, біздің салт дәстүріміз, біздің күнделікті өміріміз, біздің барлық елімізге қатысты тарихи оқиғалардың барлығы суреттелген, яғни тарихи құнды жәдігерлер бар.